Сәлеметсіздер ме? Мен атым Асланбек Жұмағали. YouTube'тан бір жылдық табысымды 1 миллион долларға жеткізген экспертпін. Бүгінгі видеода сіздерге YouTube'ты қалай бастаймыз, YouTube'ты бастау үшін не істеу керек, не қажет, және де қандай темалар бар, қанша табыс алып келеді, сол жайлы сөйлесетін боламыз. Бұл кім өзі бізге YouTube'ты үйретіп жатқан деп ойламау үшін сіздерге кішігірім историямды айтып берейін. Қостанай облысынан 350 шақырым жердегі Жалдама деген ауылданмын. 50 шақты ғана үйі бар. Жалпы ешқандай бала кезімде ақша да болған жоқ, таныс та болған жоқ, еш нәрсе де болған жоқ. Ең бірінші және ең соңғы жұмыс істегенім 14 жасымда болды. Қостанайда набережка бар, сол жерде брусчатка төсегем. И сол жерден бастап уже атмосферасын көрдім, адамдардың қандай адамдар менімен бірге жұмыс істеп жүргенін, какой-то біреу маған не істеу керек екенін айтып жатқанын. Вот соның барлығын ойладым да, ешқашан біреуге жұмыс істемеймін деген шешімге келдім, былайша айтқанда. Сөйтіп, YouTube'пен ең алғашқы қай кезде таныстым? 2012 жылы інім екеуміз атамның ауылына бардық. Біздің ауылда интернет жоқ. Сөйтіп, бір Жаса Қазақстан дейтін өлең болатын. Соған екеуміз пародия түсірдік. Қойлардың арасында, андай ауылдың онша емес жерлерінде, былайша айтқан кезде пародия Қазақстанның елдің дамымай жатқандығы жайлы болды ғой. И сол видеомызды телевизордан көрсетті, ауылдағы адамдар шулап, ойбай, сендердің балаларыңды интернеттен көрсетіп жатыр деп. Сөйтіп, YouTube'қа салынған алғашқы видеом болды. Белгілі бір результат алып келген, табыс алып келмесе де. И одан кейін жалпы өзім YouTube'қа түсуден қорқатын тұғынмын. Даусымнан ұялатынмын, түрінен ұялатынмын. Сөйтіп, бір ауылдағы бұзауды саттық та, сонымен камера алдық, бір ескі камера, 50 мың теңгеге ма, где-то. И сосын бірінші курста оқимын, шатыспасам. И ініммен қарындасыма бір балаларға арналған бағдарлама жасадық. И ол канал нормально жүріп жатты, ақырындап табыс алып келіп жатты, көп емес, максимум күніне $9 ма, сондай табыс алып келіп жатты да. Бірақ менің актерларым, інім мен қарындасым түспейміз деп жылап, сөзін ұмытып қалып, үйде ата-анам айқай-шу болып, сонымен ол проект тоқтатылды. Енді қазіргі жеткен жетістігімді көріп, тапқан табысымды көріп, ол екеуі өкінеді әрине. Мә, сен сол кезде айтқан тыңдаған кезде Қазақстанда, минимум Қазақстанда уже жұлдыз болатын едік деген сияқты. Сөйтіп мен оларға ренжіп қалдым, үйдегілермен ұрсып қалдым. Енді өзім түрім түсіруден ұялам, сөйтіп YouTube'ты ұмытып кеттім біраз уақытқа. Одан кейін 2019 жылы уже магистратура бітірейін деп жаттым. Манағы айтқандай ешкімге жұмыс істеуге, бір жерге барып, таңертең тұрып, біреуге бағынышты болуға ешқандай желанием болған жоқ. И менде страх болды. Қазір мен өзімді әлі дұрыс тапқан жоқпын, не істейтінімді, қалай болады, не болады деген сияқты. Сөйтіп, давай YouTube'ты қайтадан білетінем ғой, ненің қалай жұмыс істейтін деген сияқты. Сонымен бір дос балалармен тұрамыз. Ол жақта вообще андай түсінбейді да, YouTube'қа видео салу керек, маған тыныш отырыңдар деп айта алмайсың. Үйде 20 шақты адам жүреді. Сөйтіп, дәретхана бөлмесіне кірдім да, телефонымды алып, соған озвучка істедім. И интернеттегі дайын материалдардан бір видеоны монтаж істедім да сала салдым. Сонымен ешқандай ойымда еш нәрсе жоқ. Уже жазға кету керек болды ауылға. Сөйтіп пойызда жүрген ұнатпаймын, өйткені пойызбен жүріп баратқан маған андай Астанаға келе жатқан кезде баратын жерін жоқ, тұратын жерін жоқ, сондай ощущение тудырады да. И сол үшін мен всегда пойызда кетіп баратқанда андай депрессияда кетіп баратам. И сөйтіп ауылға кетіп бара жатсам да, YouTube каналымды қарай салайын десем, манағы салған видеом уже просмотр жинап 97 мың подписчик бір видеомен, манағы дәретхана бөлмесіне жазылған видео 97 мың подписчик әкеп тастапты. Қанша миллион просмотр болған білмеймін, бір ол моментте. Ну, в общем, кішігірім мотивация болсын деп айтып жатырмын сіздерге. Қазір уже сол YouTube каналдың арқасында манағы ауылдан Жалдама деп аталатын ата-анамды Астанаға көшірдім. YouTube'тың арқасында Астанадан квартира алдым. Арманымдағы BMW X5 автокөлігін алдым. Ата-анамды жыл сайын шетелге апарып қыдыртам, өзім осылай жүрем деген сияқты. Вот осының барлығы YouTube'тың арқасында жылдар бойы 2012 жылдан бері бастап жатқан эксперименттің арқасында болды. Енді сол опытыммен кішігірім сіздермен бөлісе өтейін деп шешіп отырмын.
Енді ары қаратай YouTube не үшін табыс табуға арналған ең керемет құрал және YouTube'ты бастау үшін не керек деген сияқты тақырыпқа көшейік. Жалпы менен көп адамдар сұрайды, YouTube'ты бастау үшін қымбат камера керек па, қымбат мықты MacBook керек па, компьютер керек па, может ақшалай вложение істеу керек па, соншама табыс алып келеді. Не үшін оны онда бәрі бастап кетпейді деген сияқты сұрақ қояды. Ондай мықты, керемет, қымбат вложение жасаудың қажеті жоқ. Қолыңызда қазір не бар? Осы видеоны немен көріп отырсыз? Компьютер ма, телефон ба? Вот сол көріп отырған нәрсеңіз 100% YouTube'ты бастауға жетеді. Жалпы YouTube'та ең басты нәрсе ол мықты идея. Каналдың идеясы, салып отырған видеоңыздың идеясы және системность. Яғни видеоны жиі салып отыру. YouTube'тың алгоритмдары ұнатады белгілі бір порядокпен. Айына, мысалы, кем дегенде 4 видео, но желательно 10, 12, 15 видеоға шейін салып отырсаңыздар, ай сайын YouTube точно сізге просмотрлар беретін болады. Жалпы бастағанда қандай қиындық бар, техника жайында шешіп алдық. Пока что не бар, сомен бастайсыздар. Ары қаратай жалпы YouTube каналды ашу деген нәрселер ол өте оңай нәрсе. Жалпы сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, сізде 100% уже YouTube'та аккаунтыңыз, каналыңыз болу керек. Жалпы сол каналды да жалғастырып алып кете беруге болады, дұрыстап оформлениесін жасап. Немесе егер жоқ болса, новыйдан ашқыларыңыз келсе, просто Google-ға кіресіздер да создать аккаунт Google деп жазасыздар. Ішіне кіріп, туған жылыңызда аты жөніңізді жазасыз, болды, сізде Google аккаунтыңыз бар. Ары қаратай YouTube-ға кіресіз да, войти деген кнопка тұрады, или сменить аккаунт деген, соған басасыз да, жаңағы ашқан аккаунтыңызбен кіресіз, болды, сізде новый YouTube канал бар, атын жазасыз, оформлениесін қоясыз, аватарын, шапкасын деген сияқты, все, сізде YouTube канал дайын. Жалпы YouTube настройкалары, басқа нәрселерінде емес, проблема YouTube каналдың идеясын дұрыс таңдауда. Видеоның идеясын дұрыс таңдау. Ары қаратай сол жайлы сөйлесеміз. Маған жалпы Instagram парақшама көп адамдар жазады, мен YouTube'ты бастайын деп ем, міне мынау тема қалай Асланбек саған деп. Қарайым, анау тема кәдімгі 3D-да жасалған, Blender'да, анау жерде ең қиын бір YouTube'тағы нишалар табылады. И ол адам точно ол теманы жасай алмайды. Вот, новичоктарға мен қандай темаларды ұсынам? YouTube'ты тексеріп көруге, сіздің қолыңыздан келе ме, сізде интерес пайда болу үшін YouTube'қа деген, сізде белгілі бір бастапқы табыс болу үшін YouTube'тан ең оңай вход, ол қолыңызда бар телефонмен, манағы айтқандай, немесе бар компьютеріңізбен аласыз да, түріңізді көрсетпей, но қаласаңыз түріңізді көрсететін нишалар ол басқа. Кім түрін көрсеткісі келмейді, мысалы ең оңай ниша ол озвучка жасайсыз, осылай микрофонға сөйлеп аласыз, дайын жазылған тексті. Онда жазу неше түрлі искусственный интеллекттармен спокойно бір видеоның текстін 1-2 минутта жазып шығаруға болады. Соны оқып бересіз просто. Болды. Сонымен озвучкаңыз дайын. Интернеттегі дайын материалдар алатын сайттар бар. Pexels, Pixabay, тағы да басқа. Вот сол жақтан аласыз да, дайын материалдарды қысқа кусоктардан кесіп аласыз, дайын картинкаларды сол озвучканың үстіне кесіп қоясыз. Болды. Ең оңай новичоктарға кіруге тиісті темалар озвучка плюс монтаж деп аталатын қарапайым видеолар. Өздеріңіз YouTube'та күнделікті көріп жүрген шығарсыздар. Так, ары қаратай енді сіздердегі бар нәрселермен, яғни қолыңызда телефоныңыз бар. Вот сол арқылы жасауға болатын әрбір адамның қолынан келетін нәрселерді ұсына кетейін. Мотивация болсын, жалпы бастап кету үшін, мысалы мынау канал Bamboo Art деген осындай видеолар, яғни бамбуктан неше түрлі садақ, рогатка, жалпы ататын нәрселерді істейді. И видеоларын, просмотрларын қарасаңыздар, мына жерде 699 миллион дейді. Обычный садақ біздің всегда істеп жүрген почти что. 665 миллион просмотр дейді, например. Ой, бізде бамбук жоқ қой, біз не істейміз деген сияқты сылтаулары болмайды. Жалпы осыған ұқсас нәрселерді ойлап тапсаңыздар спокойно болады. Неше түрлі жаңағы строительный трубалардан істесеңіздер болады, қамыстан істесеңіздер болады. Кез келген осыған ұқсас, осынан жаңағы түсіру стилінде өзіңіздің бір қолыңызда қазір бар нәрседен бастап кетсеңіздер болады. Мынаның статистикасын көрсетсем, қазір сіздерге бір айда 852 миллион просмотр жинаған. Былайша айтқанда кішкентай баланың нәрсесі ғой, ал бұл сол арқылы 852 миллион просмотр 30-ақ күнде жинаған. И айына $212 мың $3-4 миллион шейін табыс табады. Бұл енді примерный табыстары.
ары каратай тағы да бір қолжетімді нишалардың бірі, мына жерде сізге жіп керек и тоқитын нәрселер керек. Может үйде бар да шығар. Қарасаңыздар, міне 6 миллион просмотр жинаған обычно андай нәрсені тоқып көрсеткен. Съемкасы әдемі, 6 миллион просмотр 3 айдың ішінде. Вот осы темаларды да қолыңыздан бір нәрсе келсе, іс келсе, соны табыс көзіне спокойно үйде отырып ақ айналдыруға болады. Так, ары қаратай тағы да осыған ұқсас темалардың бірі, неше түрлі DIY дейміз ғой, қолдан, мысалы баклажкадан бір нәрсе істеп шығару, шелектен корзина тоқып шығару деген сияқты. Үйде жатқанында коробка, ящиктер, продуктылардың, соларды бір үйде тұратын керемет бір бұйымдарға айналдыру деген сияқты. Солардың барлығы YouTube'да сұранысқа ие. Мына жақта да тоже жақсы просмотрлар. Соңғы 30 күнде 47 миллион просмотр жинаған, 12 мың доллар мен 187 мың доллардың арасында ай сайын табыс тауып отырады. Так, ары қаратай тағы да бір телефон болса болды, сол арқылы жасауға болатын каналдардың біреуі бұл фитнес каналдар, жігіттерге де болады, әйел адамдарға да болады. Егер спортпен айналыссаңыз, бір денеңіз шыныққан, денеңіз болса, вот қалай 30 күнде ішті кетіруге болады, қалай жаңағы аруға болады, прессті қалай шығаруға болады деген сияқты видеоларды жақсы оформлениемен, жақсы музыкаға, ағылшын тілді аудиторияға ұсынып отырсаңыздар, ол да өзінің результатын береді. Мына жақта айына 19 миллион просмотр жинайды. Бұл нишада еще негізі табыс көбірек түседі. Мына жердегі статистика кішкене төменірек көрсетіп тұр. 4-8 мың доллар мен 77 мың доллардың арасы дейді. Но мен ойымша где-то минимум 80-90 мың доллар спокойно мынау каналдан түсіп отырады. Ол дегеніміз бір 60 миллион теңгені ай сайын тауып отырады бұл канал. Так, ары қаратай жалпы американский нишаны сұрайтындарға ол жаққа кіру ең оңай жолы, ол неше түрлі жаңағы жұлдыздардың өмірі, кім қайда жүр, өсек кім кіммен жүріп жатыр деген сияқты, Трамптың, Илон Масктың түрлерін қойып қоясыздар, болды, ол видеолар спокойно просмотрлар жинайды. Міне қарап отырсаңыз, мынау каналдың просмотрлары 10 айда 26 миллион просмотр жинаған, 6-9 миллион просмотр жинаған. И жаңағы айтқандай, бұндай канал жүргізу үшін просто телефон, озвучка, искусственный интеллект арқылы озвучка жасасаңыздар болады. И бастысы әдемі болу керек, качествосы, и сосын мықты монтаж. Вот болды, сол ғана керек бұл жерде. Мықты дегенде да бір средний, обычный, жалғап істелген монтаж ғой. Так, одан кейін жаңағы неше түрлі миллионерлердің өмірлері, шейхтардың өмірлері, миллиардерлердің өмірі деген сияқты нишалар. В общем, ниша деген жетеді. Мына жақта жоғалып кеткен адамдарды іздеу, жаңағы неше түрлі убийцалар туралы қашып жүрген жаңағы, вот соларды қалай тапты, олар қанша адамды нетті деген сияқты нәрселердің барлығы да тоже ағылшын тілді аудиторияға өте жақсы просмотрлар жинайды. Одан кейін тағы да бір қызықты нишалардың бірі, жалпы қолдан бір нәрсені жасау всегда сұраныста. Мысалы, ұста болсаңыз, пышақ істесеңіз, бір нәрсені реставрация жасасаңыз болады. Немесе мынандай каналдағыдай ПВХ трубалар бар емес пе, мынау недегі стройкадағы, вот солар арқылы мындай неше түрлі машиналар істеуге болады. Мысалы 8-1 миллион просмотр жинаған. Жалпы алып қарасаңыздар, сіздің қолыңызда барлық әлемге просмотр жинай алатын, жинауға мүмкіндік беретін құрылғыңыз бар. Вот сол нәрсені просто алып бастап кетсеңіз, YouTube өзінің результатын по-любому береді. Көп адамдар ойлайды, YouTube'ты бастау үшін адамға белгілі бір талант керек. Ой, ютуберлер деген олар талантливый адамдар, масқара, керемет деген сияқты. Ол қате ой, барлығы тренировкамен келеді. Яғни мен айттым ғой, YouTube жиілікті жақсы көреді, жиі видео салған жақсы көреді. Ал сіз жиі видео салу үшін оны қаншама рет түсіресіз. И соны түсіру барысында 8 видео салыңыз, 10 видео салыңыз, ақырындап опыт келе бастайды. Жалпы бастаңыз и жиі салып отырсаңыз, әрбір роликтан роликқа сіздің жаңағы өзіңіздің навыктарыңыз артады, опытыңыз жиналады, барлығы тез естілетін болады. Жалпы манадан бері айтып жатырмын ғой, YouTube табыс алып келеді, мынандай табыс тапты деп. Көп адамдар түсінбейді. Мен бұл сөзді қолданбаймын, бірақ маған комментарийға жазады, ол не деген батпан құйрық дейді. Каждый адамға ақша төлей бере ма YouTube деген сияқты.
рахатқа онда маған неге төлемейді деп. Вот сол нәрсе жайлы айта кетейін, қалай ютубтан табыс ала аламыз, монетизация деген не, сол жайлы айта кетейін. Жалпы ютуб дегеніміз әлемдегі видео көру бойынша номер 1 платформа, кез келген елде. Вот любой нәрсені көргіміз келсе ютубқа кіреміз, кешке жақын қараймыз, үйренеміз, қызықты видеолар көреміз, пайдалы видеолар көреміз деген сияқты. И соны көріп жатқан кезде бізге пропустить деген кнопкасы бар, реклама шығады ғой. Қайта-қайта шығып кетті, қазір. Вот сол реклама сіздің каналда көрсетілгені үшін сіз ютубтан табыс табасыз. Енді ойлауыңыз мүмкін, менде каналым бар, осындай просмотр жинап жатыр, бірақ менде ақша жоқ, не үшін деген сияқты. Вот өйткені сізде монетизация қосылмаған. Ал монетизацияны қосу үшін не істеуіміз керек? Ол жақта екі условие бар. Біріншісі 1000 подписчик болу керек каналыңызда. Вот, екіншісі 4000 сағат просмотр. Яғни көрермен сіздің видеоны көреді ашатта. Вот сол кезде 1 минут көру мүмкін, 2 минут көру мүмкін, 3 минут көру мүмкін. И соның барлығының уақытын жинаған кезде 4000 сағат болып шығу керек. Былайша айтқанда 10 минуттық видеодан салып отырсаңыздар, максимум 60 000 просмотр жинасаңыз, кез келген видеоның санымен 10 видео саласыз ба, жалпы жинаған кезде сондай болса, сізде примерно жаңағы 4000 сағат просмотр шығу керек. Оны тексеру үшін ютубтағы монетизация вкладкасына өтесіздер. Ашсаңыздар, творческая студияда монетизация деген жер бар. Сол жерде қанша сағат қалып, қанша подписчик жинау керек, соның барлығы сіздерге көрсетіліп отырады. Сосын ютубтың ешқандай ережесін бұзбасаңыздар, заявка подавайте десіздер, сонымен ютубпен партнер боласыздар. Одан кейін әрбір видеоңызда көрермен көрген кезде реклама шығып просмотр болады ғой. Вот соның барлығынан табыс тауып отырасыздар. Енді кішігірім новичоктардың ютубты бастағандағы қателіктері жайлы айта кетейін. Ең кең тараған қателіктің бірі ол өзін-өзі алдап, көп адамдар, ютубты бастағысы келетін адамдар, точно ертең зарплатамнан жинайым, мықты ноутбук алам, мықты камера алып алам, и содан кейін бастайым деген сияқты. Мен жалпы ютубты үйретіп жүргеніме, ютуб жайлы айтып жүргеніме 4 жылдай болды где-то. И сол уақыттың ішінде әлі бастамаған адамдар бар. Мен видеоларымды көріп отырады осылайнан, бірақ әлі бастамай солай ойланып жүрсе, керемет бір нәрсе болады, техника. Вот ол техника өзі ешқашан сізге просмотрлар алып келіп бермейді. Ол техника сіз үшін монтаж істеп бермейді. Бұл жерде бастысы не бар, сол нәрсемен бастап кету дәл қазір. И сосын ютубтан ақырындап табыс түсе бастайды монетизацияны қосқаннан кейін. Вот сол табысқа қалаған техникаңызды алып отырасыздар. Дәл қазір, ойбай, мен ертең рассрочкаға кіріп мындай камера алайын, вот сол кезде мен ютубты мықты түсіріп кетемін деген сияқты нәрсе жұмыс істемейді. Ютубта не жұмыс істейді? Ютубта қызықты, пайдалы видео жұмыс істейді. Ол камераға байланысты емес. Камераны мықты 8К-да түсіргеніне байланысты емес. Сіздің айтатын информацияңыз қызықсыз немесе пайдасыз болса, көрермен видеодан шығып кетеді. Осы жаққа жұмыс істеңіздер, удержание жағына. Қымбат техниканы ала берем деген нәрсе жоқ. Монетизацияны қосасыздар, ютубтан табыс түседі. Сол кезде мысалы мынаның барлығын мен ютубтан түскен табысым алдым. Бұлардың ешқайсысы менде болмаған. Одан кейінгі кең тараған қателіктердің бірі, ой, мен кімге керекпін, бастағым-ақ келеді осы ютубты. Мені кім көреді? Жалпы мен ешкімге танымал емеспін ғой деген сияқты ойлар туындауы мүмкін. Вот сол жайлы айта кетейін, ютуб дегеніміз бұл алгоритм, яғни математика. Ол сіздің түріңізді, басқа нәрсеңізді көрмейді. Жалпы сіз стабильно видео саласыз ба? Сіздің видеоңыз көрермен үшін қызықты немесе пайдалы ма? Яғни екі нәрсе бар, біреуі удержание, біреуі CTR. Осы екі нәрсеге ғана қарайды. Яғни видеоның атауы, мен превьюі, яғни ютубқа кіріп қалғанда тұрады ғой, картинка тұрады, астында жазу тұрады. Бірінші нәрсе видеоның просмотр жинауына керек, ол сол картинкамен видеоның атауы қызықты болу керек. CTR деген нәрсе бар, зерттеп қарап аласыздар. Вот сол жоғары болу керек. Дальше видеоны ашып кіреді. Если видеоңыздың іші қызықсыз, жалпы пайдалы емес, қызық емес информацияны айтып жатсаңыз, видеодан шығып кетеді адам сразу 10 секундта, сондай моментте шығып кетеді. И YouTube қарайды, мынау точно видеосы пайдасыз деген сияқты.
осы нәрсемен жұмыс жасау керек. Көрерменді видеоның жарысына шейін ұстап қалсаңыз, видеоның атауымен превью қызық болса, YouTube'тың успехы осы жерде. Оған ойланып, мен жұлдыз емеспін ғой, басқа нәрсе емес, барлығын жалпы идеяңыз мықты болса, видеоны жақсы істесеңіз, көрермен қызық көретіндей, сізден керек нәрсе сол ғана. Тағы бір ең кең тараған қателіктердің бірі, ол көп адам YouTube каналды ашады, алады, 1, 2, максимум 5 видео салады. Болды. Все, менде просмотрлар жоқ, менде миллион просмотр жоқ, мен қалтамда неге миллион теңге жоқ, миллион доллар жоқ деген сияқты ойлайды да, тастап кетеді YouTube'ты. Мана айтқанда YouTube стабильностьті жақсы көреді. Жиі салып отыру керек, видеоны сала беру керек. Көп адамдар айтады, ой, менде 100-ақ просмотр, 200-ақ просмотр деп. Ол керемет. Сіз YouTube'тың алгоритмдары ақырындап сіздің аудиторияны іздеп жатыр. 100 просмотр, 200 просмотр деген новый каналдар үшін ол ең керемет просмотрлардың бірі. Сонымен жұмыс істеңіз, статистикаңызға қараңыз. Не үшін көрермен видеоның мынандай моментінде шығып кетті? Жалпы қай жері қызықсыз, қай жерін келесі видеода мықтырақ жасай аламын деген сияқты жұмыс жасау керек. YouTube жалқауларды просто бір жерден видеоны алып кетіп соны сала салу деген сияқты нәрселер YouTube'та жұмыс істемейді. YouTube'та жақсы креативный видеоларды стабильно, ерінбей салып отырған адамдардың каналдарын ұнатады. Сондықтан 1-2 видео салып, просмотр жоқ деп тастап кетпей, соңына шейін апарыңыздар. Енді сіздерге мотивация болсын деген оймен басқа адамдардың, мен оқушыларының, студенттерінің жеткен жетістіктермен бөлісе кетейін. Солардан қарап, мүмкін мотивация аларсыздар. Бірінші бастағым келіп отқаны, 14 жасар менің студентім, мектепте оқиды әлі, өзінің YouTube каналын где-то максимум 1 жыл бұрын бастады. Қазір 125 мыңнан көп подписчигі бар. Жасы небәрі 14-те, ескі бір телефон, қандай телефон екен білмеймін, аты сол телефонмен ғана бастады өзінің каналын. Қазір YouTube'тың күміс кнопкасын алды, ауылда тұрады, мен ауылының қасындағы ауылда. YouTube'тан тапқан алғашқы табысына мамасына кухня алып берді, одан кейін өзіне компьютер алып алды, өзіне iPhone алып алды жаңадан. 14 жаста ғана, қазір каналының тапқан табысы где-то бір 10 миллионның шамасында болу керек. Уже мектеп бітіретін кезде Астанадан квартира дайын тұру үшін дәл қазіргі уақытта жұмыс істеп жатыр. Вот сіздерге шағын мотивация. Тағы бір студентім, онда кейсі керемет, жалпы денсаулық туралы канал жүргізген. Мен ең алғашқы студенттерімнің бірі, бір жерде тренер болып жұмыс істейді. Каналдарын көрсетпей қояйын, примерно статистикаларын, данныйларын көрсетіп отырам. Сол кісі денсаулық туралы каналында бір белгілі бір кітаптың бір рецепт денсаулыққа байланысты бөлігін сатты, 990 теңгеден сатты өзінің YouTube каналында. И соның арқасында 990 теңге тұратын нәрсені сату арқылы өзіне машина алып алды. 5 мыңнан көп адамға сатты ғой деймін соны. Жалпы қысқа уақытта бір жарты жылда осындай результатқа жетті. Одан кейінгі тағы бір студенттерінің бірі, ол кісі американский ниша, яғни ағылшын тілді контентті жүргізеді. 1000 просмотрға примерно $4 төлейді ол кісіге. Өткенде ғана маған жазып жүрді, ой, Асланбек мырза, сізге ризамын, сіздің арқаңызда мен мынандай жетістіктерге жеттім деп. Бір жылда $120 мың, ол где-то 60 миллионның үстінде. Бір жылда ғана YouTube каналымен тапқан, жалпы YouTube'ты бастағанына өзі 1 жыл болған. Жұмыс істейді, бір жағынан өзінің жұмысы бар, екінші жағынан YouTube'тан жаңағындай табыс тауып отыр. Сіз сияқты ата-анамды қалаға көшірдім, 2 квартира алған, 1 машина алған. 1 жылда жұмыс істеп, YouTube'пен ғана осындай жетістікке жеткен. Келесі мен студентім, ол Ажар Қожахметова, 280 мың подписчигі бар YouTube'та. Менің мамам, менің ең алғашқы студентім. Көп адамдар маған айтады, о, Асланбек, сен Ажар Қожахметованың баласы екенсің ғой деп. Мені танымай, мен мамам арқылы танып жүреді. Көшеде маманы танып қалып жатады адамдар. Қонаққа барғанда, тойға барғанда танып қалып жатады. Былай қарайтын болсақ, жалпы біз қарапайым ауылдың адамдарымыз, мама да ауылда кәдімгі өмір сүріп жүрген әйел адам, былайша айтқан кезде, и сол кісіні, жалпы мені осындай дәрежеге жеткізген, оның барлығы YouTube'тың арқасында. Жалпы біз негізі сол ауылда туып, ауылда өліп, ешкім біз жайлы білмейтін адамдармыз ғой, былайша айтқан кезде. Осы YouTube'тың арқасында сондай кішігірім танымалдылыққа,
табысқа, жетістіктерге жетіп отыр, осылай басқа елдерде жүргенінің барлығы сол ютубтың арқасында деп білем. Жалпы студенттерім жайлы айта беретін болсам, жетістікке жеткен, қазір түн батайын деп жатыр. Жалпы мынандай артында тұрған күміс кнопканың минимум 20-дан көбін өзім студенттеріме алып бердім. Бұндай күміс кнопканы 100 мың подписчигі бар адамдарға ғана береді. Енді әр адамға қол жетімді Қазақ ютуберс клуб жобасы жайлы айтып бергім келіп тұр, яғни Қазақ ютуберлер клубы. Бұл ой жалпы маған қалай келді? Бұрында білесіздер, менде YouTube бизнес деген курсым болған, 400 мың теңгемен 150 мың теңгенің арасында бағасы. Ол курсты мен продюсерлармен бірге жұмыс жасадым, яғни процентке мен сабақ өткізіп берем, ол адамдар сату жағымен айналысады. Вот сол курстың біраз ақшасын ала алмай қалдым, где-то 600 студентті былайша айтқанда тегін оқыттым. Әрине сол курс арқылы қаншама адамға менің көмегім тиді, бірақ өмірім текке өткен сияқты болды. 2 жыл депрессияда болдым, басыма неше түрлі ойлар келді. Жалпы мен өліп қалсам, басқа адамдар мен жайлы қалай айтады, мынау жақсы адам болды деп айта ма деген сияқты ойлар болды. И содан мен осы Қазақ ютуберс клубты ойлап таптым. Яғни Қазақстанның түпкір-түпкіріндегі бір нәрсеге қол жеткізгісі келетін, бұрындағы мен сияқты көмектесетін адамы жоқ, бағыт-бағдар беретін адамы жоқ, бірақ жетістікке жеткісі келетін адамдарды бір жерге біріктіру мақсатымен осы Қазақ ютуберс клубты ойлап таптым. Енді клубтың ішінде не бар, соған тоқталып өтейін. Клуб жалпы Telegram платформасында болатын болады. Оның ішінде ең маңызды нәрсе YouTube'та табыс табуға көмектесетін барлық сабақтар болады. Сіз білетін кез келген курстың ішінде бар информация, одан намного мықтырақ информация біздің клубта болады. Егер сіз Асланбек, анау бір YouTube бойынша айтатын адам, мынандай сабағы бар екен, сол біздің клубта да болсын дегенді қаласаңыздар, арнайы форма болады клубта. Сол жерге жазасыз, бізге мынандай сабақ керек десеңіз, сол форманы мен көрем да, сізге барлығын түсіндіріп, сабақ қылып салып беріп отырам. Одан кейінгі керемет мүмкіндіктердің бірі, айына минимум 4 рет менімен бірге тікелей эфирлер өтеді. Сіздер сұрақ қоясыздар, мен соған жауап беріп отырам тікелей эфирлерде. Эфирлардың тақырыбын өзіміз таңдайтын боламыз, яғни 3 эфирді YouTube-қа арнасақ болады. Біреуін өмірлік сұрақтар, бизнесіңіз болса, белгілі бір услуганы ұсынсаңыз адамдарға, сол парақшаларыңызды қалай дамытуға болады, клиенттерді қалай алып келуге болады деген сияқты тақырыптарға өзіміз таңдап отырамыз. Например, эфирларды қандай тақырыптарға арнайтынымызды. И сосын ақшамыз жетсе, егер Қазақстандағы танымал эксперттерді, мысалы қаржылық сауаттылық, жалпы өзінің ісі бойынша маман эксперт адамдарды өзіміздің эфирға шақырып алып, сол кісілерге сіздер тікелей эфирде сұрақтар қоятын боласыздар. Жаңа айтқандай минимум 4 эфир, бірақ арасында өзім запускать етіп отыру мүмкін эфирларды. Мен YouTube'та белгілі бір жұмыс істеп отсам каналымда, сіздерге эфирді қосып қоям, бірге отырып жұмыс жасаймыз, арасында сұрақтарыңызға жауап беріп отырам деген сияқты осындай керемет мүмкіндік болады ішінде. Сосын ішінде клубтың табыс табу мүмкіндігін істеп қоям қосымша. Например, сіздің қолыңыздан YouTube-қа обложка жасау, превью жасау келсе, монтаж жасау келсе, озвучка жасау келсе, сіздердің списоктарыңызды жазып қоямын сол жерге. И біздің клубтың мүшелері сіздерге жазатын болады, қолжетімді баға қылып қойсаңыздар, осылай маған превью керек дейді, сіз превьюін жасап бересіз, ақшаңызды аласыз деген сияқты, ішінде бір-бірлеріңізбен байланыс істейміз. И одан бөлек просто коллаборация, яғни біреуіңіз жақсы превью істесеңіз, біреуіңіз жақсы монтаж істесеңіз, озвучка істесеңіз, бір-бірлеріңізге тегін істеп беріп, солай каналдарыңызды дамыта берсеңіздер болады. Одан кейін ішіне жақын арада тағда бір мүмкіндік қосам, яғни Қазақ ютуберлер клубына адамдарды шақыратын болсаңыздар, әлеуметтік желілерге салып, осылай мен Асланбек Жұмағалидің Қазақ ютуберлер клубындамын. Бұл жақта осындай пайдалы нәрселер бар. Сізде қосылыңыз десеңіз, сол қосылған адамның белгілі бір процентінің суммасын сіздерге беріп отырамын. Оның барлығын клубтың ішіне кіргесін түсіндіріп айтып бере жатармын. Жалпы айтқанда, бұл жерде сіз құр ғана YouTube'ты үйреніп қоймай, жаңа жетістікке жеткісі келетін қозғалыстың, яғни Қазақ ютуберлер клубының мүшесі боласыздар. Ал енді сіздерге Қазақ ютуберс клубына қосылу, клубтың мүшесі болу қанша тұратынын айта кетейін. Сөз бергенімдей, әр адамға қол жетімді, ешқандай рассрочкасыз, кредитсіз клубқа қосылу бағасы 1 айлық досуп $15,
7500 теңгенің шамасында. Ешкімді қинамайым, мына жерге теңгедегі варианттарды жазып кетем. Если сізге қол жетімді болса, ұнаған тарифті алып қосыла берсеңіз болады. Ең ыңғайлы вариант ол подписка варианты. Яғни білесіздер, қазір музыканы тыңдаудың өзі 1000 теңгеден басталады, яғни бір айға картаңыздан ай сайын ақшаны списывать етіп отырады, и сізде жаңағы музыка тыңдауға доступ болады деген сияқты. Ал менде жаңағы айтқан барлық сабақтарға доступ бір айға 7500 теңге тұрады, яғни қаласаңыз картаңызды қосасыз, сізден бір айға төлемді алады, и қазір сіз Қазақ ютуберс клубына бірден қосыласыз. И арғатай егер тұра берсе подпискаңыз, клуб ұнап жатса, барлығы керемет болып жатса, жаңағы ай сайын осы сумманы сізден алып отыратын болады. Егер қаламасаңыз, жалпы курсты 1-2 ай ғана көргіңіз келсе, сол 2 ай көресіз де, потом подписканы сөндіріп тастауға болады. Төлеген уақытыңыздың доступын көресіз де, сізді бот автоматически жаңағы неден клубтан шығарып жүреді. Енді бұдан асқан сіздерге керемет мүмкіндік жоқ деп ойлаймын. Әлі де ойланып отырған, жалқауланып сылтаулатып отырған адамдар болуы мүмкін. Ой, менде техника жоқ қой, мен что-то бастағым келмейді деген сияқты. Міне сіздің байлығыңыз. Осы телефонмен барлық әлем көретін, миллиондаған просмотрлар жинайтын, миллиондаған подписчиктер жинайтын, миллиондаған табыс алып келетін YouTube каналды қолыңызда бар, осы техникамен ақ бастап кетуге болады. Одан кейінгі сылтау, ой, менде уақытым жоқ, мен қолым босамайды деген сияқты сылтаулар. Алдында студентімді айтып бердім ғой, жұмыс істейді, и то YouTube арқылы бір жылда 60 миллион теңге табыс тапқан деген сияқты. Жалпы күніне киноларды көру, сериалдарды көру, TikTok, Instagram, YouTube'та отырып видеоларды көре беретін уақытты егер YouTube'қа арнасаңыздар, күніне максимум 2 сағат жеткілікті. Одан кейінгі сылтау, ой, мен қолымнан келмейді, ол мені кім көреді деген сияқты нәрсе. YouTube'тың алгоритмдары алдында айтқандай, ол интуиция емес, ол математика. Егер барлығын мен сабақтарым бойынша жасасаңыздар, мен секретный методтарым бойынша жасасаңыздар, онда YouTube'тың алгоритмдары сіздерге 100% просмотрлар беретін болады. Ой, $15 қымбат деп айтуы мүмкін. Манаға айтқан нәрселердің барлығына өміріңді өзгертетін, YouTube'тан миллиондаған табыс алып келетін білім, мүмкіндікке $15 қымбат деп ойлайтын адамдар болады. Бұлай алып қарасақ, ол бір жерге барып тамақ ішудің суммасы. Ал ол суммаға мен сіздерге жалпы өміріңізді өзгертетін, табыс алып келетін жасалған жүйені бергім келіп тұр. Сіз қазір 2 жолдың ортасында тұрсыз. Біреуі, как всегда, осы видеоны көріп, өтіп кету. Ал екіншісі Қазақ ютуберс клубына қосылып, дамушы ортаның бір мүшесі болып, YouTube арқылы табыс тауып, өміріңізді өзгерту. Дәл қазір видеоның описаниесінде сілтеме тұрады, сол сілтеме арқылы Telegram ботқа өтесіз, сол жақта төлем жасайсыз да, уже YouTube бойынша барлық сабақтарға доступ аласыздар. Егер дәл қазір сілтеме арқылы өтетін болсаңыздар, боттың ішіне сіздерге сыйлық дайындап қоям. Әрбір адам телефон арқылы жасай алатын YouTube Shortsқа арналған 100 идеяны сыйлыққа берем. Сосын осы бағамен қосылатын болсаңыздар, айына $15, сіздерде мәңгілікке осы баға сақталып қалады. Егер жаңағы клубтың бағасы өсіп кететін болса, сіздер қазір үлгіріп кірген бағамен қалатын боласыздар. Тағы бір сіздер үшін бонус, егер дәл қазір сілтеме арқылы өтіп төлем жасайтын болсаңыздар, сіздерге мен 1000-нан астам каналдарды қарап, қай жері қате, қай жерін дұрыстау керек, әр түрлі нишаларға совет берген 100-ден көп 1 сағаттық видеоларға доступты сыйлайтын болам. Басқа не дейм, осы мүмкіндікті жібере алмай, клубқа қосылыңыз, өзіңіздің арманыңыздағы өмірді дәл осы жерден бастаңыз. Клубта кездескенше. Чё там? Кеттік пляжға.